Баршаға сәлем, бұл Miratrix. Бүгінгі шығарылым өте ерекше, оны обложкадан да түсінген шығарсыздар. Бүгінгі кейіпкеріміз Джим Керри, Зак Галифианакис, Мэтью МакКонахи, Эдди Мерфи солармен бірге ойнаған, Оскарды Ди Каприо мен Даунидан ерте алған жануар, былайша айтқанда Кристал деген маймыл. Жайғасыңыздар. Біз бастаймыз. Біздің бүгінгі кейіпкер Кристал 1994 жылы 6 мамырда дүниеге келген, яғни дүйсенбі күні 30-ға келеді юбилей. 1996 жылы Birds and Animals деген компания бар. Ол Голливудқа жануарларды жіберетін компания. Ең ірі компания. Сол Флоридадан бір маймылды алмақ болады да, өзінің қызметкерін жібереді. Сонда қызметкер бүйтіп барып, көріп, екі кішкентай маймылды көреді. Ол кезде маймылдарды бір жасқа толмаған маймылдарды алу керек екен да, соларды тәрбиелеп, кәдімгідей дрессировать ету үшін. Ол екі маймыл табады, и үшіншісіне көзі түсіп қалады, үшіншісі уже 2-ден асқан маймыл. Мейлі бұны да ала салайын дейді, сөйтіп Голливудқа жібереді. Голливудта оларды Том Гундерсон деген жігіт қабылдайды, оның қасында екі жаңағы әріптесі бар. Сөйтіп әріптестеріне айтады, таңдаңыздар, кім қандай маймылды алады дегенде. Сөйтіп ана екі әріптесі жаңағы екі жас маймылды алып кетеді. Том Гундерсон сол екі жасар Кристалмен қалып кетеді, және атында сол Том Гундерсон қояды, Кристал деп. Өйткені оның сүйікті әншісі Кристал Гейл деген әйел. Және менің ойымша жаңағы екі басқа маймылды таңдаған кісі өте бір өкініші барау деймін қазір қарап отқан кезде. Өйткені ол маймылдарды кім біледі, кім білмейді. Ал Кристал туралы мен мысалы шығарылым түсіріп жатырмын. Сөйтіп, келесі жылы 1997 жылы Кристал актерлық мансабын бастайды. Оның дебюті анау-мынау емес, Дисней компаниясының джунглидан шыққан Джордж фильмінде біздің балалық шақтың үлкен хиті. Бұл фильм 55 миллионға түсіріледі, 175 миллион алып келеді. Содан актерлік шеберлікпен көзге түскен Кристал бірден тағы бір хитке түседі. Эдди Мерфи мен Доктор Дулиттл деген фильмге түседі. Тіпті бір постерында шығады. Сондай мансап лезде басталып кетті. Доктор Дулиттл 294 миллион жинайды. 99 жылы, келесі жылы тағы бір комедиялық хит, америкалық бәліш дейміз ба, американский пирог. 11 миллионға түсіріліп, 235 миллион жинайды. Ойласаңыздар, не деген ақша, маймыл алтын алып келетін маймыл кәдімгідей. Осылайша кеше ғана кәрі маймыл саналған Кристал алғашқы 3 фильмінен 700 миллионнан астам пайда алып келеді студияларға. Ондай көрсеткіштер мен деген актерлардың мансабының басында жоқ, мысалы. Ал Кристалда бар. Көрдіңдер ме қандай? 2000 жылы комедиялардан шаршаған Кристал кішкене жанр ауыстырмақшы болады да, Қорқыныш жолы деген фильмге түседі. Хоррор ол. Бұл фильм үлкен касса жинамаса да бірнеше хоррорлық фестивальдарға қатысып жүлделер алды. 2001 жылы Кристал Доктор Дулиттлдың екінші бөліміне түседі. Фильм 176 миллион жинайды, және көрерменнің көңілінен мұндай зат шықпайтынын түсінген Кристал өзіне басқа франшиза іздей бастайды. Алдымен Малкольм назарларыңызда деген сериалға түсіп көреді. Сосын Гарфилд фильміне түседі 2004 жылы. Сосын Джим Керримен жолдары түйіседі, бірақ сіздер бәріңіз ойлағандай Брюс всемогущий емес, құдіретті Брюс дейміз ба? Құдіретті Брюс та емес. Алаяқтар Дик пен Джейн деген фильмде жолдар түйіседі. Ал құдіретті Брюста түскен маймыл ол Достар фильмнің, Достар сериалының жұлдызы Марсель деген маймыл жаңағы рөлді алып кетеді Кристалдан. Сөйтіп 2003 жылы Кристал тағы бір рөлден айырылып қалады. Ол үлкен франшиза, ол Кариб теңізінің пираттары деген. Ол жерде Джек деген маймыл алып кетеді рөлді. 2006 жылы 12 жасқа келген Кристал жас әріптестерінен қысым көріп сөйтіп өте көп жұмыс істейді. 2006 жылы 3 фильм шығады онымен. Сабалақ әке деген фильм шығады. Кіші Роберт Даунидің Оралам деген бір фильмдерінің бірі. Сосын Махаббат пен басқа да шаруалар деген фильм шығады. Мэтью МакКонахи ойнайды ол жерде. Сара Джессика Паркермен бірге. Сондай бар. Және үшінші фильмі ол Мұражайдағы түн. 574 миллион жинаған үлкен хит, және де Кристалдың көптен күткен франшизасы. Содан Кристал қайттан жанр ауыстырмақшы болады да, Юмаға пойыз фильмінде Кристиан Бейл мен Рассел Кроумен бірге ойнайды. Фильм прокаттан құлайды. Кристал
шаршағанын түсініп 2 жылға кинодан бас тартады, кәдімгідей бір отпуск алады өзіне. Маймыл туралы айтып жатырмын, прикинь. 2009 жылы Кристалдың кәдімгідей камбэгі болады. Ол мұражайдағы түннің 2-ші бөліміне түседі. Содан тәжірибелі актриса франшизадан айырылып қалам ба деп ұйым және ұлы жарылыс теориясы деген 2 сериалға түсіп шығады. Резко. Содан кейін ұйымда Кен Джонг деген актермен танысады, және Кен Джонг оған тағы бір франшиза тауып береді. Өзімен бірге келесі фильміне шақырады. Ол фильмнің атауы «Мальчишник», 2-ші бөлім. Вегастан Бангкокқа деген орыстардың прокатчиктері атауын бытшын шығарған фильм ғой. Және ол Кристал үшін ерекше фильм болды, өйткені ол біріншіден өмірінде бірінші рет ақш-тан кетті. ақш-та емес, басқа елде түсірілді, және трюктарды өзі істеді. Өйткені Кристалдың маймылдың қандай каскадері болады. Каскадер жоқ қой маймылда. Сосын бөтелкені соруға мәжбүр болды. Оны да көрмеген кезінде көрмеген істеді ғой Тодд Филлипстің фильмінде. Және де Тодд Филлипстің айтуы бойынша, айтпақшы, Кристал темекі шеккен жоқ. Ол түтінді, кинодағы түтінді компьютермен жасапты. Сонысына да тәуба. 2011 жылы Кристал зоопарк туралы 2 фильммен тамамдайды. 2011 жылда ол біріншісі зоопарк қызметкері, екіншісі жаным мен зоопарк сатып алдым деген картиналар Мэтт Дэймон ойнайды ішінде. 2012 жылы Кристал ветеринарлы клиника деген сериалға түседі, доктордың рөлін ойнайды, және бір сериясына 12 000 алады екен. Жаңағы басында басқа маймылдар таңдаған 2 дрессировщик осы жерде жылаған шығар, өйткені олардың маймылдары сериясына 12 000 алып келмейді. Ал Кристал алып келеді жаңағы Том Гундерсонға. Сериал бір ғана маусым орын алады. Сериал бір маусымнан ары қарай созылмайды, және ол Кристал үшін үлкен соққыға айналып кетеді. Содан бері ол тек қана «Мальчишниктің» 3-ші бөлімінде, и то титрлардан кейінгі сахнада түседі. Мұражайдағы түннің 3-ші бөліміне түседі. Сонымен франшизасы бітеді. Сөйтіп Кристал хитсіз қалады. 2014 жылы Кристал Марвел киноғаламына түскені бар. Ол «Патша жасасын» деген қысқа метражды фильм. Жаңағы Тревор Слеттеридің кім екенін ашып беретін қысқа метрлі фильм. Бірақ киноғаламның ішіне кіретін фильм. 2015 жылы 21 жасар Кристал біразға кеп қалған актриса Поскарды алады. Поу, ол яғни лапа. Ол жануарлардың алатын Оскары. Яғни, мысалы, Леонардо Ди Каприо өзінің Оскарын келесі жылы ғана алады, 2016 жылы. Ал біздің бүгінгі кейіпкер уже алып кетті. Фрейзер мен Дауни былай тұрсын вообще, олар 20-шы жылдары ғана алады Оскар. Сөйтіп церемонияға келген Кристал ыржиып тұрса да, кинодан көңілі қалғандай. Соңғы жылдары ол біресе теледидарда шығатын фильмдерде ойнайды, біресе көпшілікке жетпейтін Үндістанда түсірілетін, Швецияда түсірілетін фильмдерге түсетіні бар. Және осындай кезде біразға кеп қалған актрисаға көмекке кім келеді десеңші, Стивен Спилбергтің өзі келеді. Өйткені 22 жылы Стивен Спилберг автобиографиялық фильмін түсіреді, Фабельман деген, Фабельмандар. Және сол Фабельмандарда бүгінгі кездегі, қазіргі уақыттағы Кристал өзінің соңғы рөлін ойнайды. Сөйтіп, неге қалайша кәдімгі қарапайым маймыл сондай үлкен күшті актерлік мансап жасай алды деген сұраққа оның бұрыннан бері сонымен бірге тұрып атқан Том Гундерсон былай деді. Біз бірінші 8 жыл жаңағы Animal Actors деген шоуға қатыстық, және ол шоуда ушу көп болды, пиротехника көп болды, және әшейінде маймылдар одан қорқатын, бірақ Кристал қайта Кристал үшін ол жақсы бір не болды, дайындық болды киноға дейді. Содан керемет актриса тәрбиеледім деп өзін мақтап қоятыны бар Том Гундерсон. Ал жануар әлемінің Анджелина Джолиына айналып кеткен сондай атағы бар десек те вот Кристалдың тағы қандай фильмге түседі ма, түспейді ма жалпы, мансабын ары қарай жалғастыра ма, оны білмеймін.
келесіде оны көре жатармыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.